мен Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа ұсынған 30 кітабының ішінен мен Абай жолы кітабын таңдадым. Және де осы кітапты каникулда оқыдым. Енді осы челлендж Сүйінбай атындағы номер 143 мектеп лицейінің оқушыларына және де сыныптастарыма жолдаймын. Мен президенті халыққа ұсынған 30 кітабының ішінен осы каникулда Абай жолын оқыдым. Енді осы эстафетаны басқа да сыныптастарыма және оқушыларға жіберемін. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің білесің. Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай, мен бос уақытымда Қазақстанның 7 кереметі атты кітапты оқып бастадым. Ал сен? Тұрудың басты мақсатым ұстазымның ұсынысымен Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз кітабын оқуды қолға алдым. Ата-баба мақсатын орындауда бұл тұғыры биік шығарма болып саналады. Бұл тарихи шығарма.